Сәлем достар, менің аты жөнім Асемал Мұхамбет, және бүгінгі видеода мен сіздерге Жапонияда тегін білім алуға мүмкіндік беретін Japan Foundation for UNIU бағдарламасы туралы айтатын боламын. Жалпы өзім туралы қысқаша айтатын болсам, мен Америка құрама штаттарында магистратурада тегін білім алдым, және де өзімнің YouTube каналымда Америкада және де басқа да өркениетті елдерде тегін білім алуға мүмкіндік беретін түрлі бағдарламалар туралы айтамын. Сондықтан осы тақырып сізге қызық болса, онда YouTube каналыма жазылып, және қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Себебі әрбір бағдарламаның оның өзінің құжат қабылдау уақыты мен және құжат қабылдау уақыты бітетін уақыт болады. Әрбір видеомда мен міндетті түрде оны жариялайтын боладым. Сондықтан да осы секілді маңызды ақпараттан қалыс қалмау үшін міндетті түрде қоңырауды басыңыз. Сонда жаңадан шыққан видеоларды сіз бірінші болып көретін боласыз. Ал енді бүгінгі видеоға көшейік. Japan Foundation for UNIU бағдарламасына қатысу үшін сіз Қазақстан азаматы болуыңыз керек. Әлем бойынша бұл бағдарламаға түрлі елдің азаматтары қатыса алады, және бұл тізімде Қазақстанда бар. Екіншіден, сіздің бакалавр дипломыңыз болу керек, және де оның GPA-сі 4 балдық шкаламен 3-те 5-тен төмен болмауы керек. Және де бакалавр дипломы бұл тұрақты дамуға қатысы бар мамандықтар бойынша бітірген болуыңыз керек бакалаврды. Және де оған тұрақты дамуға оған эколог, инженер, химик және тағы да басқа көптеген мамандықтар кіреді. Дәл сіздің мамандығыңыз бар ма, жоқ па, оны арнайы тексеріп көріңіз. Үшіншіден, сіз ағылшын тілінен тест тапсырасыз. Бұл IELTS немесе TOEFL. Егер IELTS тапсыратын болсаңыз, оның нәтижесі міндетті түрде 7 болу керек, ал TOEFL тапсыратын болсаңыз, ол 600 немесе 100 болу керек. Енді бұл жерде айырмашылығын неге 600 және 100, осы жерде айырмашылығын айтып өтейін. TOEFL-дың екі түрі бар, яғни paper-based test және де internet-based test. Яғни біреуін сіз қағазбен тапсырсаңыз болады, немесе интернет арқылы тапсырсаңыз болады. Таңдау сізде. Егер де интернет арқылы, яғни компьютермен тапсыратын болсаңыз, онда сіз 100 жинауыңыз керек, ал егер де қағазбен тапсыратын болсаңыз TOEFL-ды, онда сіз 600 жинауыңыз керек. Бұл бағдарламаның стипендиаты атансаңыз, онда Жапонияның Токио қаласында сіз 24 ай, яғни 2 жыл магистратурада білім аласыз, және де осы бағдарлама сіздің оқу шығыныңызды, яғни оқудың ақшасын төлейді. Сонымен қатар ай сайын 120 мың юан көлемінде сіздерге ай сайын шәкіртақы төлеп отырады. Сізден кететін шығын бұл визалық шығындар, сонымен қатар әуе билеті бару қайту, және де медициналық сақтандыруға өзіңіз төлейсіз. Бұл бағдарламаға кімдер қатыса алмайды? Бұл Жапонияда білім алып жатқан азаматтар, және де қандай да елде болмасын магистрант дәрежесін алған азаматтар, және де бакалавр дипломының GPA-сі 3-те 5-тен төмендер бұл бағдарламаға қатыса алмайды. Енді бұл бағдарлама туралы толық білгіңіз келсе, осы бағдарламаның тікелей сайтына сілтемені видеоның астына жаздым. Соған өтіп, нелерге толық ақпаратпен таныссаңыз болады. Жалпы, егер осы бағдарламаға қатысты басқа да сұрақтарыңыз болса, немесе келесіде осы бағдарлама туралы видео түсірсеңіз жақсы болар еді, немесе осында елде оқуға қандай мүмкіндіктер бар екен деген секілді ұсыныстарыңыз болса, онда комментарийға жазып өтіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.